Бейнероликтің тұрақты демеушісі One X компаниясы жоғары коэффициенттер, жедел төлемдер және оперативті қызмет көрсету сервисі тек сол жерде. Төмендегі сілтемемен өтіп арнамыздың промокодын қолдансаңыздар, сіздерді ақшалай бонустар күтеді. One X сілтемесі төменде. Халықаралық FIFA футбол федерациясының өкілдері 2018 жылғы Ресейде өткен әлем чемпионатын футбол тарихындағы үздігі деп таныды. Федерация өкілдері әрине не десе де өз басым аталған мундиалды үздік деп айта алмаймын. Себебі 21 ғасырда феноменалды камбэктер және ірі жеңістерге толы нағыз ғажайып матчтер сыйлаған басқа да айналымдар болды. Осы орайды пайдалана отырып, бүгінгі бейнероликте 21 ғасырдағы әлем кубогіндегі топ құрамалардан ең ірі жеңілістерін ұсынбақпыз. Арнамызға жазылып қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Рейтингті ашатын матч әрине Германияның тарихтағы ең ірі жеңілістерінің бірі. 2001 жылы келесі жылғы әлем чемпионатына іріктеу ойындары аясындағы матчте Англия ұлттық құрамасы немістерді 5-1 есебімен ойсырата ұтты. Алғашқы голды германиялық Карстен Янкер соқса, ағылшындар бұл голға 5 мәрте жауап қайтарды. Көп ұзамай Майкл Оуэн есепті теңестірсе, үзіліске дейін Джерард Англияның екінші голын соқты. Келесі 45 минутте ағылшындардың мерекесі жалғасын тауып, англиялықтар тағы 3 гол соғады. Болашақ алтын добегері Майкл Оуэн тағы 2 гол соғып хет-трик авторы атанса, ойынның нүктесін Эмиль Хеске қойды. Өмір алма кезекте бекер айтпайды. Немістер арада 9 жыл өте ағылшындарда нағыз реванштың өзін алды. 2010 жылғы әлем кубогынан 1-8 финал аясындағы ойында германиялық ойыншылар Фабио Капелланың жігіттерін 1-4 есебімен ұтты. Бірінші таймде Мирослав Клозе есепті ашса, Мэтью Апсон есепті теңестірді. Деседе үзіліске дейін Подольский жеңісті тағы өздеріне жақындатты. Екінші таймде Мюллер дубль авторы атанып, Германия ірі жеңіске жетсе де, ойыннан кейін барлығы бас төрешінің футбол тарихындағы ең үлкен қателіктердің бірін жібергенін талқылаумен болды. Бельгия ұлттық құрамасы заманауи футболдың ең үздік командаларынан бірі болса да, осыдан шамамен 10 жыл бұрын орта деңгейдегі ойынды көрсететін. 2010 жылғы әлем чемпионатына іріктеу турнирі аясында құрамында Эден Азар, Ян Вертонген, Фелайни сияқты жұлдызды ойыншылары бар команда Испаниядан 5-0 есебімен ұтылды. Давид Силва мен Давид Вилья дубль соқса, Жерар Пике 50 минуттегі голды соқты. Қызыл сойқандардың еш аяусыз соққан 5 голына бельгиялық ойыншылар тым болмаса престиж голмен жауап қайтара алмады. 2018 жылғы Ресейде өткен әлем кубогінде жанкүйерлерді ірі жеңіспен қуантпай қоймады. Мундиалға іріктеу турниріндегі топтық кезеңде Франция ұлттық құрамасы мен Голландия бір топқа түсті. Париждегі ойынға жас таланттарға толы француздар фаворит ретінде келсе, голландиялықтар аздаған кадрлық проблемалармен жетті. Жанкүйерлердің көбісі голландиялықтардың жеңілісін болжаса да, осындай ірі жеңіліс күтпеді. Гризман мен Мбаппе бір голдан соқса, Тома Лемар дубль авторы атанды. Нәтижесінде Нидерланд құрамасы мундиалға жолдама билетінен құр қалды. 2014 жылғы Бразилияда өткен әлем чемпионаты бұндай қызықтарымен өте жиі қуанта білді. Айналымның топтық кезең аясындағы Германия-Португалия ойынында нәтижесінде турнирді ұтқан немістер португалдықтар қақпасына еш жауапсыз 4 гол соқты. Небәрі алғашқы 45 минутте Томас Мюллер 2 гол соқса, Матс Хумельс есепті үзіліске дейін 3-0-ге жеткізді. Ал екінші таймде Томас 3-ші голын соғып, ойынның нүктесін қойды. Ал Португалия топтан шықпай Еуропаға оралды. Дәл сол жылғы мундиалдың тура сол бірінші турында тағы бір жұлдызды құрама ойсырата көтпеген жеңіліске тап болды.
Құрамында Икер Касилля, Жерар Пике, Серхио Рамос, Альба, Хави, Иньеста, Алонсо сынды ұлы футболшылары болса да, Испания құрамасы голландиялықтардан 1-5 есебімен ұтылды. Алғашқы голды өте күмәнді пенальтиден Хаби Алонсо соқсы, бұған жауап ретінде Голландия 5 мәрте гол соқты. 44-ші минуттегі Ван Персидің голы тек қана ойыннан емес, жалпы турнирдің сәніне айналды. Кейін Ван Перси тағы бір гол соқсы, Арен Роббенде дубль авторы атанды. Ал ойынның нүктесін Стефан де Фрей қояды. Испания тек қана топтан шықпай, финалға дейінгі әлем және Еуропа чемпиондары ретінде позор болды. Және де рейтингтің бірінші орнын әрине бразилиялықтар үшін ойыннан кейін халықаралық траур күніне айналуына себеп болған матч жайғасады. Турнир қожайындары ретінде Бразилия Германияға қарсы жартылай финалға фавориті ретінде келсе де үлкен позорға тап болды. Ойынның небәрі 11-ші минутіне Мюллер есепті ашса, көп ұзамай Клозе екінші голды соғады. Кейін небәрі 2 минуттың ішінде Тони Кросс дубль авторы атанса, бірінші таймның нүктесін 5-ші голмен Сами Хидира қояды. Ал екінші таймдағы 45 минутта Андре Шуле тағы 2 гол соғып, есепті 7-0 қылса, Оскар Престиж голмен жауап қайтара білді. Ойынға күлімдеп келген бразилиялық жанкүйерлердің бірі 5-ші голдан кейін стадионнан кетсе, басқалары соңына дейін көз жастарын көлдетсе де командаларын қолдап тастап кетпеді. Осындай жанкүйерлерге үлкен респект. Бейнероликке 2000 лайк жиналса, Еуропа чемпионаты мен Копа Америкадағы ең ірі жеңілістер жайлы шығаратын боламыз. Комментарийге пікірлеріңізді жазып, бейнероликті лайкпен қолдай отырыңыздар. Арнамыздың инста парақшасына тіркеліп, бізбен бірге болыңыздар. Келесі кездескенше достар, футбол бірінші орында.